Кейбіреулердің айтуы бойынша, Ібліс жолдан тайған періште болған емес. Оның Алла тағаламен келіспеушілігі болған, және ол басында жақсы, кейін жаман кейіпкер болып кеткен емес. Сонымен мұсылмандар сайтан туралы не ойлайды? Енді Amazon Prime «Хаз бен қонақ үйі» сериалын шығару арқылы жаһандық пікірталас тудырды. Онда олар сайтанды жақсы кейіпкер, ал Құдайды көп нәрсені жасырғысы келген болмыс ретінде бейнелеуге тырысқан. Сонымен біздер, мұсылмандар, бұл туралы не ойлайтынын білу үшін сайтан туралы көбірек білу керек. Сондықтан сайтан мен Ібліс жайында біраз сөз қозғалады. Олардың тарихын түсінуде алдымен олардың бір нәрсе емес екенін түсіну керек. Қысқасы, сайтан әрбір адамның бойында бар жасырын күш. Және ол бізді жамандық жасауға итермелейді. Сондықтан бұл сайтан бізді барынша адастыруға тырысатын күш. Енді Ібліске келейік. Сонымен егер адам сайтанға бағынуды таңдаса, тәкаппар және қиқар болып, ақиқатқа мойынсұнбайтын болса, онда ол сайтанның көрінісіне айналады. Ол сайтанның кейпіне енеді. Басқаша айтқанда, Ібліс деген атқа ие болады. Әр заманда әрбір пайғамбарға қарсы тұрған Ібліс болған. Ал Құранда сөз етілген Ібліс, Адам пайғамбардың алейхиссалам заманындағы Ібліс. Бұны түсіну үшін ол туралы не білуіміз керек? Құранда Алла мен Ібліс арасындағы әңгіме жазылған. Онда Ібліс Алладан адамдарды адастыруға рұқсат сұраған. Алла оған қалағанын істеуге толық еркіндік берді. Бірақ Алла оны, Аллаға шынайы берілген адамдарды сен алдай алмайсың деп ескертті. Сондықтан ол цензураға ұшырады, немесе оқиғаның өз нұсқасын айта алмады деген сериалдағы ой мүлдем қисынсыз. Егер ол шынымен де жақсы кейіпкер болған болса, ол бұны кез келген уақытта түсіндіре алар еді. Құранда Ібліс от мінезді жын ретінде сипатталғанын білеміз. Ол жер бетінде өмір сүрген адамдардан жасырын, үңгірде өмір сүргендіктен оны жын деп атаған. Адам пайғамбарға деген тәкаппарлығы мен ашуы үшін оны ашушан, қызу мінезді деп сипаттаған. Ал адам сөзі өңі, қоңыр түсті дегенді білдіретіндіктен, Адам пайғамбар алейхиссалам жердің бетінде өмір сүргендігін, сондықтан күнге күйіп, өңі қоңыр түстес болғандығын көрсетеді. Сондай-ақ біз Құраннан Алла адамды алейхиссалам оттан емес, саз балшықтан жаратқанын білеміз. Бұл мынаны білдіреді. Саз балшық мүсіншінің еркіне қалай бағынса, Адам алейхиссалам өзінің ерік жігерін толығымен Алланың еркіне бағындырғанын көрсетеді. Ал Ібліс Алланың пайғамбары болуға ол емес, қайдағы бір қарапайым адамның таңдалғанына қатты ашуланды. Өйткені Ібліс өз заманындағы үңгір тұрғындарының көсемі болған. Сонымен бұдан не білдік? Ібліс Алланың пайғамбарына қарсы шығуды ұйғарғанын білдік. Өйткені ол өзін одан жоғары санаған, және өзін ерекше ілтипатқа лайықтымын деп санаған. Жақсы адам бұлай жасар ма еді? Менің ойымша жоқ. Сонында кейбіреулердің айтуынша Ібліс жолдан тайған періште болған емес. Оның Алламен келіспеушіліктері болған. Ақыры жақсы кейіпкер жаманға айналған емес. Шын мәнінде бұл қате түсінік. Құранда Іблістің періште емес, жын болғандығы айтылған. Сондықтан бұл анық түсінікті. Енді Құранда Іблістің періштелермен бірге тағзым етуден бас тартқаны айтылғанымен, бұл оның солардың бірі болғанын білдірмейді. Құранның осы аятындағы араб тілінің илля сөзін түсіну өте маңызды. Мысалы біз, яғни адамдар келді, есектері келмеді десек, бұл адамдар мен есектердің бір жаратылыс екенін білдірмейді. Сол секілді Құранда, яғни Іблістен басқа барлық періштелер сәжде етті делінсе, бұл Ібліс пен періштелер бір жаратылыс дегенді білдірмейді. Демек, Ібліс жолдан тайған періште болмаған. Сондықтан Ібліс басында жақсы, кейін жаман кейіпкерге айналған деген идея мүлдем негізсіз. Ақыры сайтанның жақсы кейіпкер мекендігін білу үшін бар болғаны бүгінгі сайтанизмге, мысалы, өзімшілдікті, діни қағидалардан алшақтықты, ақылақтықпен шектелмеген еркіндікті насихаттаған лавейлік сайтанизмге ой жүгіртейік. Қазіргі уақытта дәл осы идеялар отбасылық құндылықтарды бұзып, шектен асқан феминизм, тәкаппарлық, астамшылдық, ашкөздік сияқты идеяларды күшейту үстінде. Бұл идея, яғни өзімді басқалардан жоғары қоюым керек, және Құдай маған не жақсы болатынын білмейді, сондықтан қалағанымды істеймін дегені, бәлкім, лавейлік сайтаншылардың ең үлкен ирониясы болар. Өйткені олардың өздері сайтанның барына сенбейді.
Сондықтан оның жақсы кейіпкер болмағандығы дау тудырмайды. Сайтаншылардың өткені де каннибализм, жыныстық қатынас еркіндігі секілді қылмыстарға толы. Бұл жерде оларды жай ғана айтып жатуға да келмейді. Бұның бәрі жақсы кейіпкерден шыққан идеялар болуы мүмкін емес. Сонымен сайтан жақсы кейіпкер болған ба? Енді алдымызда шынайы көрініс пайда болғандықтан, сіз бұны өзіңіз шеше аласыз.